Ассаламу алейкум барлықтарыңызға. Мен атым Адылхан. Бұл Астана балықшы YouTube каналы. Көктем. Бұл Астана қаласындағы Есіл өзені. Міне көріп тұрғандарыңыздай мұз еріп кеткен. Айнала жасыл. Жайлап жасылдана бастады. Бізге Астанаға көктем келді. Жаңа видеодан көріп тұрғандарыңыздай мұз еріп бастады. Жасыл шөп шығып бастады. Көктем келді деген сөз, енді балықшыларға барлық қысқы балық аулайтын нәрселерімізді аламыз, балконға тығамыз, білмеймін, гаражға тығамыз, қапшыққа салып, білмеймін, бір жерге апарып тастаймыз. Сонымен қысқы сезон биылғы бітті. Енді 6-7 айдан кейін ғана болады. Енді 15 сәуірден бастап 15 мамырға дейін жыртқыш балықтарға тыйым салынады. 20 сәуірден бастап 20 мамырға дейін барлық Ақмола облысы бойынша балық аулауға тыйым салынады. Балықтар уылдырық шашады, балықшылар демалады, жазғы сезонға дайындалады. Сонымен бүгінгі видеода қысқы сезонды қорытындылайтын боламыз. Қысқы сезон биыл өте тамаша болды, өзіме ұнады. Биылғы қысқы сезон негізі Есіл өзенінен басталды. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай Есіл өзенінде ең үлкен шортанды ұстаған болатын биыл мен. Оның салмағы 2 килограмм, 3 килограммға жақын. Кейін міне көріп тұрғандарыңыздай Вячеслав су қоймасында ол кезде көксерке ұстағанбыз. Ол кезде де осы сезонның ең үлкен көксеркесі болатын. Қалған барлық балық аулағандарым осы каналымда менде бар, көрсеңіздер болады айтпақшы. Айтпақшы барлықтарыңыз осы каналға кірген жаңа көрермен болатын болса, барлық видеоларды қарап шығыңыздар, лайк басыңыздар, дизлайк басыңыздар, білмеймін, пікір қалдырыңыздар, ұнайды, ұнамайды, бұлай дұрыс емес, бізде бұлай деген сияқты әйтеуір реакция қалдырыңыздар міндетті түрде. Барлық видеоларды қарап шыққаннан кейін, егер мен видеом сізге ұнайтын болса, көргіңіз келсе, мені міндетті түрде тіркеліңіздер. Сонымен мен барлық балықшылар құсап, қысқы сезонды жабу үшін балыққа баратын деп шештім. Ол үшін біздер шамамен 2 апта артқа шегуіміз керек. Ол кезде не болып жатты? Ол кезде әлі қыс, қар бар, әлі көктем басталған жоқ. Машиналар көшеде, білмеймін, барлығы кір-кір, қар енді еріп жатқан кез. Сондай кезде, ол кез айтпақшы оразаның ең алғашқы күні болатын. Барлықтарыңызды осы келе жеткен Рамазан айымен шын жүректен құттықтаймын. Осы Рамазан айында тілеген дұға тілектеріңіз, оразаларыңыз қабыл болсын. Сонымен 2 апта артқа қарай Есіл өзені мен сезонды жабуға бара жатырмын. Мен сезонды жабуға барсам, суға баратын, жаңағы Есіл өзеніне баратын, балық аулайтын жер, түсетін жер жоқ. Айналам барлығы қар. Енді не істеймін? Енді үйге кетпейсің ғой. Өзің бір мықты желаниемен келгенсің, сезонды жабам, ең үлкен балық ұстаймын деп күшті бір сондай настроениемен келген кезде жол жоқ. Мә енді не істеймін? Ойланым да жарайды. Барлық заттардың бәрін шанаға салдым, арқама сөмкемнің астында жаяу бастым. Сонымен кеттік. Машина қалды. Жаяу. Бұлай қарап барамыз. Осылай тіке басам ғой. Күн шығып кетті әне. Әдейге жарыққа келдім. Машина әне жақта қалды. Мен мына жерде келе жатырмын. Әлі біраз жүру керек. Осымен ориентир ұстап тұрамын ғой. Тіке жүре беру керек. Қар дейтін зиден келеді ғой. Әйтеуір 600 метр үйтіп жетіп, аман есен картадан қарап 600 метр жаяу жетіп бардым. Жетіп барсам, мынау болып жатыр ғой жерде. Көктем болып жатыр ғой, көктем. Егіп жатыр. Жаңа көріп тұрғандарыңыздай видеода мұз әлі бар екен, Құдайға шүкір. Енді тек қана мұздың үстінде қарлар еріп жатыр. Мен әдеттегідей келдімде заттарымды қойдым, тесік мұзды тестім, бүкіл жалаушыларды орналастырып қойсам, мынау болады ғой. Кетті. Ой, байқа. Ой, байқа. Мен кетті. Мен тағы біреу жүр.
А жоқ, мынау ит қой. Тазы ма бір нәрсе? Жаңағы қуған осы болып тұр ғой онда. Бәсе бірден тарсылдайды мына жақта. Не болып жатыр мына ит болып тұр ғой. Жаңа нені қуған. Анау не, елік па? Елгау деймін. Жаңа видеода көріп тұрғандарыңыздай не жануар, мынау білмеймін әйтеуір. Айтпақшы комментария қалдырып кеттіңіздер. Елік па, білмеймін әйтеуір. Сол жануарды көрдім. Жалаушыларды құрып атсам, бір кезде дауыс естіледі. Дауыс бүйтіп қарап қалсам, бір ит па, бір нәрсе алыстан көрмейді ма, ит екенін білген жоқпын айтпақшы. Бір нәрсе қуып жүрді, әйтеуір камерамды қосып үлгердім, қоссам жаңағы. Мен осы сезонды жабуға барған видеом ең қызық сәті осы болатын. Одан бөлек тағы құстардың түсірген видеом бар. Құстар ұшып баратқан аспанда. Болды, басқа жоқ. Сезонды осылай жаптым. Білмеймін, биылғы жылы қысқы сезонда жабу маған бұйырмапты. 3 қана бір ақбалық ұстадым. İçinde mына балықтар мінекей. Шығыңдар. Міне мынау басындағы үшеуі. Мынау ма қайсысы? Ол осындай. Болды, басқа шортан да жоқ, басқа жыртқыш балық та жоқ. Не істеймін? Дым балық дегенде енді шортанды айтам. 3 жаңағы шабақ бар, болды, одан басқа балық жоқ. Биыл сезон жабылады осымен. 21-22 жылы қысқы маусым. Енді жазда келем. Сонымен қысқы сезон мен үшін жабық. Барлық қысқы заттарын алып, жаңа айтқандай жинап тастадым. Жаңа видеода көргендеріңіздей сезон қалай ашқаным, қалай жапқаным барлығын көрдіңіздер. Егер осы менің видеоларым сізге ұнаса, лайк басыңыздар міндетті түрде. Ұнамаса дизлайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, пікірлеріңізді жазыңыздар, реакция жіберіңіздер міндетті түрде. Егер мен видеоларым ұнайтын болса және көргілеріңіз келсе, мен каналыма тіркеліңіздер. Мен сіздер үшін жазда өте мықты контент түсіруге тырысамын. Талай үлкен балықтар, небір жерлер, керемет табиғат барлығын түсіретін боламын сіздер үшін. Міндетті түрде тіркеліңіздер каналға. Видео аяқталды. Балықтарыңызға рахмет. Аман болыңыздар, сау болыңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Енді тек қана мұздың үстінде қарлар еріп жатыр. Мен әдеттегідей заттардың бәрін алып, лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Чуть-чуть қалды аяр, соны қалды.